Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде техно шоулу. Барлығымыз жақсы музыканы тыңдаған жақсы көреміз. Бірақ сол жақсы музыканы жақсы гарнитура немесе жақсы колонкалармен тыңдаған одан да күшті. Мен кішкентай кезімде әке-шешеме айттым, маған бір үлкен, мықты дыбыс беретін колонка алып беріңіздерші деп. Ол кездің тәртібін білесіздер, сен бір жақсы жұмыс жаса, сосын барып саған оны алып береміз деді. Сонымен 2 жаз бойы есік алдына төсейтін бетоннан жасалынған кішкентай плиткаларды істеген кезім бар. Әбден еңбек етіп алған колонкам мынау. 8-9 сынып болу керек. Ол кездегі хит колонкалардың бірі осындай. Үлкен мынандай сабвуфері бар. Мынандай 5 колонкасы болатын, бірақ одан бері жоғалып, әрине екеуі ғана қалған екен. Бірақ әңгіме бүгін бұл колонкалар туралы емес. Бүгінгі әңгіме күнделікті өмірде ыңғайлы болатын, спортпен айналыссаң да, машинада, автобуста кетіп бара жатсаң да ыңғайлы болатын құлаққап туралы. Мен көп іздедім, ақшасы тиімді болсын деген бірінші критерий, екіншісі әрине дыбыс сапасы өте жоғары болсын деген критерий болды. Менің тоқтауым JBL 600 маркасына болды. Міне мынау құлаққап JBL 600 қара түсті болып келеді. Бұдан басқа ақ түс, көк және қызғылт түстері бар. Толық атауы JBL 600 BTNC, қара түсті, производителі JBL компаниясы. Жалпы JBL компаниясы абыройы жоғары, бұрыннан жасап келе жатқан компания, дыбыс системаларын шығаратын компания. Қосылу түрі әмбебап, Bluetooth арқылы және мини-джек шнур арқылы қосылуға болады. Динамик диаметрі 32 мм. Ең төменгі жиілік 20 Гц, ең жоғарғы жиілік 20 кГц. Бұл құлаққаптың конструкциясына келетін болсақ, дыбыстың жоғарылығын қадағалайтын плюс және минус батырмасы бар. Мини-джек 3,5 мм шнурды қосатын порты бар. Bluetooth арқылы қосылатын батырмасы және қосып өшіретін батырмасы бар. Қуаттау жолдарына келетін болсақ, бір ғана тәсіл бар. Ол мұнда орналасқан микро USB порты арқылы. Аккумулятор қуаты 610 мАч. Бұл қуаттаусыз ұзақ уақыт тыңдауға мүмкіндік береді. Тағы бір ыңғайлы фишкалардың бірі, құлаққап жақтары ішке қарай былай жиналып, кішкентай ғана сумкаға сыйып кетеді. Жалпы нарықта құлаққаптың неше түрі бар, өте қымбат маркалардан бастап, жай маркаларға дейін. JBL бұл маркалардың ішінде орта шеңін тапты деп есептеймін, өйткені бағасы 20 мыңнан басталып 30 мыңға дейін жетуі мүмкін. Нақты осы моделіміз 30 мың теңге тұрады. Бұл құлаққаптың ең басты фишкасы сыртқы дыбыстарды бәсеңдету қабілеті. Орысша айтқанда шумоподавление. Автобуста немесе көшеде кетіп бара жатқан кезде сырттағы анша-мұнша дыбысты естімейсіз. Алдында айтып өткендей, мынау наушникті телефоныңызға 2 түрлі жалғауға болады, Bluetooth-пен және шнур арқылы. Егер батарейкасы отырып қалса, сіз музыка тыңдай алмайсыз деген сөз емес. Мынандай шнур арқылы жалғасаңыз, батарейкасызда жұмыс істей береді. Бұл шнурдың ұзындығы 1,2 метр, әжептәуір ұзын және ыңғайлы. Құрметті достар, мен бұл наушникті қолданып жатқаныма 1 айдан асты. 1 ай бойы қолданған тәжірибем бұлай болды. Телефонға қосылуы тез, дыбыс сапасы маған өте ұнады. Батарейкасы өте ұзаққа шыдайды. Бір күні қуаттасаң, белсенді қолданғанның өзінде 1 аптаға дейін қолдана беруге болады. Bluetooth-бен қосылатын тәсілі болғаны өте ыңғайлы. Жолда кетіп бара жатқан кезде шнур ешқандай бөгет болмайды. Минустарына келетін болсақ, телефонмен сөйлесу маған кішкене ыңғайсыз болды. Өйткені өз даусыңды естімейсің, шумоподавление болғандықтан. Телефонның ар жағында тұрған адам мені жақсы естіп тұрды, бірақ мен онымен сөйлескенім сәл-сәл ыңғайсыздау болды. Сондықтан да телефонмен сөйлесуді қолданып жүрген жоқпын. Тағы да бір минусына келетін болсақ, ұзақ тыңдаған кезде мұндағы мамық жасалынған, құлаққаптың айналасындағы мамық жасалынған заттары құлағыңды терлетіп, кішкене ыңғайсыздық тудыратындығы бар. Жалпы қорытындылай келе, осы модельді құлаққапқа менің көңілім толды. Ары қарай да қолдана береміз. Назарларыңызға көп рахмет. Егер ұнаса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі шоуда жүздескенше.